Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жер сфералары дегеніміз не? Бүгінгі сабақта жердің қандай қабықтары болатынын білесіңдер. Жердің әр қабығы неден құралатынын анықтайсыңдар, және сфера, биосфера, литосфера, гидросфера атмосферамен толығырақ танысасыңдар. Сабағымызды бастамас бұрын, алдымен мына сұрақтарға жауап берейік. Табиғат дегеніміз не? Тамаша балалар. Табиғат дегеніміз бізді қоршаған орта. Жанды табиғат жансыз табиғаттан қалай ерекшеленеді? Дұрыс айтасыңдар, жанды табиғат өседі, өнеді, көбейеді, өледі. Бүгін біз жер және ғарыш тарауын бастаймыз. Алдымен сфера сөзінің мағынасына тоқталайық. Ол грек тілінен аударғанда шар деген мағынаны білдіреді. Біздің жеріміз шар тәріздес болып келеді. Жерді қоршап тұрған 4 қабығы бар. Олар сфералар деп аталады. Жердің 4 қабығы бар, олар литосфера, гидросфера, атмосфера. Атмосфера бұл ауа қабығы, олар ғаламшарды айнала қоршап тұр. Литосфера жердің қатты қабығы, ол жерді тұтас қаптап қоршап жатыр. Оған дала, тау, шөл, мұхит пен теңіз түбі жатады. Гидросфера жердің су қабығы, ол мұхит пен теңіз, өзен мен көл суларынан тұрады. Биосфера өсімдіктер, құстар, аңдар, бунақденелілер, сондай-ақ адамзат тіршілік ететін жер қабығы. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, дәптерімізді ашып дәптермен жұмыс жасайық.